Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен оңай және тез дайындалатын ет қосылған омлет рулетінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен сырды ірі көзді үккіштен өткіземіз. Жұмыртқаларды ыдыста венчик немесе миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқаға сыр, ұнтақ жармасын, майонез және тағам бояуының сары түсін қосып, шанышқымен араластырамыз. Массамызды ұнтақ жармасы ісіну үшін 10 минутқа қойып қоямыз. Омлет жабысып қалмас үшін пергамент қағазына өсімдік майын жұқа етіп жағамыз. Омлетті видеода көріп тұрғандай қағазға тегіс етіп жайып аламыз. Мен омлетті алдын ала қызып тұрған 165 градустағы пеште 8 минут пісірдім. Сіз өзіңіздің пешіңіздің немесе духовкаңыздың қыздыру мүмкіндігін ескеріңіз. Піскен омлетті жылы күйінде орап қоямыз. Жуаны видеода көріп тұрғандай майдалап турап, өсімдік майына қуырып аламыз. Шымшым тұз саламыз. Фаршқа туралған жуаны және тұз бен қара бұрышты татымына қарай салып, жақсылап араластырамыз. Фаршты омлет бетіне тегіс етіп жаямыз. Алдымен омлетті рулет етіп орап аламыз. Сосын видеода көріп тұрғандай сыртын 2 қабат фольгамен ораймыз. Омлетті орағанда астыңғы шеткі қырының астыңғы бетінде басылып жатуын ескеріңіз. Сонда рулет пішіні әдемі сақталады.
Мен рулетті 175 градустағы қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп алдым. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Турап дастарханға қоя беруге болады. Сіздерге де міндетті түрде осындай омлет пен еттен рулет пісіріп көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Базила.